Бәріңе сәлем. Бүгінгі видеода мен 700 мыңға компьютер құрастырамын. Бұл қазіргі кезде құрастыруға тұрарлық бағадағы компьютер болады. Себебі қазір видеокарта өте қымбат. Бірақ бұл компьютермен Full HD разрешениеда барлық 2020-ның жаңа ойындарын ойнауға болады. Және бұл видеоны түсірген себебім каналда соңғы 3 видеода просмотр қатты түсіп кетіпті. Ал маған просмотрды қайтару керек. Сол үшін осындай жанрдағы видеолар менің каналымдағы просмотрлардың құтқарушылары. Және сендерге де қызық. Себебі видео өте пайдалы және кейбіреулеріне тіпті көмектесуі мүмкін. Сондықтан видеоға лайк басуды ұмытпаңдар, және біз видеоға кеттік, короче. Это переход, короче. Бұл компьютер негізі ойынға да жұмысқа да болады. Сол үшін біз процессордан бастайық. Процессор, как обычно, Ryzen 5 3600, бірақ бұл процессор бұрынғыдан қарағанда өте арзан. Бұл процессорде қазіргі кезде және болашаққа жететін запасы өте көп. Сосын процессордың 6 ядер және 12 потогы бар. Сондықтан да бұл процессор бүкіл қазіргі кездегі жұмыстарды да көтере алады. Егер де сендер программист немесе 3D монтажбен жұмыс істегілерің келсе, онда бұл процессор 100% сендерге болады. Содан кейін қазіргі кезде көп танымал болып жатқан ойын разработка деген сферада бұл процессор өте қатты пайдалы. Барлық 3D жұмыстарды бұл процессор смело көтере алады. Сондықтан да изначально егер де сендер 3D монтажбен, ойын разработкамен және де өздерің ойын ойнайтын болсаңдар, бұл процессорды алсаңдар болады. Процессор жайлы керекті характеристикаларын қысқаша айтып шығатын болсақ, производитель AMD, тип процессора Ryzen 5, модель 3600, сокет AM4. Процессорде 6 ядер және де 16 поток бар. Жиілігі 3,6 ГГц, яғни түсінбесеңдер частотасы. Микроархитектурасы Zen 2. Техпроцесс 7 нанометр, ТДП 65 Вт. Ал қатты критический температурасы 95 градус. Егер де бұл процессорды алсаңдар, сендерге боксовый версиясын емес, OEM версиясын алуға кеңес беремін. Өйткені Ryzen 5 3600-ның ішінде өзінің кулері болады, бірақ та бұл кулер сендерге жарамайды. Себебі бұл процессор өте қатты ыстық болғандықтан нормальный кулер алу керек. Процессорге ссылка описанияда. Келесі бізге өте маңызды зат, ол кулер. Бұл жолы процессорымыз өте қатты ыстық болғандықтан бізге нормальный кулер алу керек. Мен бұны екінші рет айтып тұрмын. Енді бұл жерде кулерді қалай таңдау керек десеңдер, характеристикасында процессордың ТДП-сы деген жерінде 65 Вт деп тұр. Соған байланысты 65 Вттан жоғары кулерлерді аламыз. Біздің случайда ең минимум 100 Вт алу керек. Ал Ryzen 5 3600-ға келетін кулерді айтатын болсақ, deepcool Gammax GTI V2 RGB деген кулер келеді. Бұл жерде сендерге именно GTI V2 RGB-ді алу керек. Неге десеңдер, себебі бар. Өйткені белый ветерде deepcool Gammax V2 Red немесе Blue деген түрі бар. Бұл екі кулерді айтатын болсақ, біреусі тек қана көк түспен жанады, біреусі тек қана қызыл түспен ғана жанады. Ал GTI V2 RGB-ді айтатын болсақ, ол барлық түспен жана береді. Сондықтан да мен сендерге осы кулерді ғана описанияға қалдырып кетемін. Кулер жайлы қысқаша характеристиканы айтатын болсақ, процессордың ТДП-сы 180 Вт, ал вентилятордың диаметрі 120 мм, шум 27,8 дБ, кулердің биіктігі 157 мм. Мен сендерге осы кулер жайлы кішкене өзімнің отзывымды айтайын, өйткені менде бұл кулердің түрі бар. Біріншіден, коробкадан алғаннан кейін сендерге бұны орнату өте оңай. Екіншіден, коробкада кулермен бірге пульті бар. Яғни RGB-ді пультпен басқаруға болады, және де материнский платамен де басқаруға болады. Кулерге ссылка описанияда. Енді материнский платаны қарастырайық. Өйткені компьютердің ішіне керекті зат ол материнский плата. Материнский платасыз компьютердегі бөлшектер бір-бірімен жалғанбайды. Материнский платамыздың аты B450M Pro VDH Max AM4. Енді біз материнский платаны былай таңдау керек болатынбыз. Процессорымыз қатты ыстық болғандықтан процессордың жан-жақтарында кішкене болсын радиаторлар болу керек. Және процессордың сокеті мен материнский платаның сокеті келу керек. Сосын тағы да басқа өзіңе керекті разъемдар болса, онда материнский платаны алуға болады. Енді материнский плата туралы кішкене болсын характеристиканы айтып кетейік. Материнский платаның производителі MSI, сокет AM4. Және де 4 слот оперативный память бар. Максимально көтеретін оперативный память 128 гигабайт. Текстолиті қоңыр түстес. Және видеокарта салатын PCI разъемда берік темір орналасқан. Бұл дегеніміз ауыр видеокарта орнататын болсақ, материнский платаның сынып кетуіне шанс аз. Бірақ материнский плата өте арзан. Себебі менің таңдауым бойынша материнский плата қаншалықты арзан болса, соншалықты жақсырақ. Бірінші причина, өйткені материнский платада керек емес разъемдар болмайды. Екінші причина, материнский платада тек қана маңызды заттарға ғана көңіл бөледі. Үшінші причина, сендер просто ақша экономдайсыңдар. Сондықтан да егер де сендер компьютер құрастыратын болсаңдар, всегда арзан материнский платаны алыңдар. Бірақ арзан дегенде материнский плата мен процессорде келіп тұру керек. Короче, материнский платаға да ссылка описанияда. Енді оперативный памятті айтайық. Оперативный памяттен айтатын болсақ, сендер обязательно бұл жерден екі плашкадан аласыңдар. Бұл қазіргі кезде компьютер құрастырудағы кеңес.
кеңес емес, правила болып саналады. Өйткені двухканальный режим компьютерге өте маңызды. Сондықтан да 1 штук 16 гигабайт алғанша 2 штук 8 гигабайттан алыңдар. Оған мысал ретінде мен сендерге G-Skill AEGIS деген оперативканы кеңес беремін. Біріншіден бұл арзан, екіншіден бұда 8 гигабайт және де 3200 МГц бар. Ал таймингі CL 16, 18, 18, 38 және XMP профильді аша алады. Сыртынан қарасақ та кішкентай радиаторы бар, өте әдемі оперативный память. Яғни бұл сендерге жасыл түсті уродливый Crucial емес, немесе әдемі HyperX емес. Соның екеуінің арасындағы ортасындағы тұрған оперативный память. Егер де сендер 700 мыңға компьютер құрастырсаңдар, 8-8-ден 16 гигабайттық оперативный память жұмысқа да ойынға да болады. 3D жұмыс істесең де, монтаж істесең де бәрін көтере алады. Сондықтан да қорықпай осы оперативный памятьті ала беріңдер. Ссылка описанияда. Келесі біздегі важный бөлшек ол SSD. Себебі SSD компьютердің жылдамдығын 3 есе 4 есе қылады. Маған сеніңдер жесткий дисктан SSD-ға өткен өте керемет. Сондықтан да Windows'ға 256 гигабайттық Adata XPG деген SSD-ні алуға кеңес беремін. Егер де сендер компьютерге 700 мың тігетін болсаңдар, онда сендерге 256 гигабайттық оперативный память смело жетеді. Біріншіден бұл nvidia SSD. Екіншіден бұл SSD-ның сыртында радиатор бар. Бағасы 20 мың теңге болады. SSD туралы характеристика кішкене айтып кететін болсақ, скорость чтения 2100 мегабайт в секунду, ал скорость записи 1200 мегабайт в секунду. Және памяти 256 гигабайт. Бұл бізге біріншіден Windows-қа жетеді, екіншіден біз монтажға арналған программаларды жазатын болсақ, оларға да жетеді. Ал қалған ойындар мен файлопомойкаға осындай 1 терабайттық жесткий диск ала саламыз. Я білем, скорості аз, бірақ та ойындар мен файлопомойкаға бұдан артық скорость керек емес. Зато 1 терабайттық память бізге смело жетеді. Енді бұл туралы кішкене характеристика айтатын болсақ, скорость вращения шпинделя 7200 оборотов в минуту, память 1 терабайт, интерфейс SATA 3, шум 30 децибел. В общем, SSD мен жесткий дискқа ссылка описанияда. Келесі бізде өте өкінішті және де өте қымбат комплектующийіміз ол видеокарта. Өте өкінішті деген себебіміз қазіргі кезде видеокарталар өте қымбат. Егер де қазір алатын видеокартамыз бұрынғы бағамен сатылған болса, онда біздің сборкамыз 400 мыңнан аспайтын еді. Ал өкінішке орай видеокарталардың қымбаттаған себебінен мен сендерге видеокарталардың қымбатын алуға кеңес бермеймін. Осы жолы мен сендерге GTX 1660 суперді кеңес беремін. Я, бұл видеокарта RTX емес, яғни ода трассировка лучей, DLSS сияқты заттар жоқ. Бірақ та өздерің көріп тұрғандарыңдай бәрі бағаға байланысты болады. Сондықтан да мен сендерге Полит GTX 1660 суперді кеңес беремін. Бағасы 380 мың теңге тұрады. Осы жерде бұрынғы ценаны еске алып 10 секунд тыныш тұра тұрайық. Енді видеокарта жайлы характеристиканы айтатын болсақ, видеокарта майнингқа удобный, да, білем. Ал бізге айтатын болсақ, бағасы өте қымбат. Біріншіден 2 вентилятор бар, производитель Полит, качествосы өте жақсы. Тек қана миллионерлер, миллиардерлер, мажорлар алатын видеокарта. Объем видеопамяти 6 гигабайт, разрядность 192 бит, техпроцесс 12 нанометр, частотасы максимум 1785 МГц. Және де максимум 3 мониторды көтере алады. Разъем питания 8 пин. Осымен видеокартаны амал жоқтан алуға кеңес беремін. Менің ойымша қаншалықты қымбат болса да қазір алған дұрыс. Егер де одан кейін алуға шанс болмай жатса, онда маған ренжімеңдер. Ал егер де арзандап кеткен болса, онда өкінбесеңдер болады. Өйткені сендер самый главный видеокартаны алдыңдар. Алып болғаннан кейін қолдануға алады, ал ары қарай уже өкінбейді. Сондықтан да видеокартаға ссылка описанияда. Келесі комплектующийіміз блок питания. Өйткені блок питаниясыз компьютеріміз қосылмайды. Соның ішінде мен сендерге Cougar VTE 600-ді кеңес беремін. Мен бұны алдыңғы видеода да кеңес берген болатынмын. Өйткені бұл блок питания менің өзімде бар. Уже 6-7 ай болды, ештеңе болған жоқ, бәрі надежный. Сондықтан да смело кеңес бере аламын. Мощность 600 Вт, бірақ та оның қолданылатыны 540. PCI разъем 8 пин, бұл бізге смело жетеді. Ал қалғандарын айтатын болсақ, бәрі нормальный. Бағасы 22 мың теңге. Блок питанияға ссылка описанияда. Енді бізге корпусты таңдау керек. Корпус бойынша әркімнің өзінің мнениесі бар. Бірақ та мен сендерге айтайын, кейбір корпуста кейбір заттар ыңғайсыз болады, ал кейбіреулері ыңғайлы болады. Мысалы, сендер қазір дұрыс емес корпус таңдап қоятын болсаңдар, кулерлерің симай қалуы мүмкін. Немесе видеокартаны айтсақ та видеокартада симай қалуы мүмкін. Және одан жаманы ойындардағы FPS-і көтеретін RGB істемей қалуы мүмкін. Сондықтан да мен сендерге қазір бір корпусты көрсетемін, сол корпусты алуға кеңес беремін. Бірақ та бұл не обязательно. Ал корпусымыз deepcool Matrix 50. Корпустың іші өте удобный және алдында 3 вентилятор бірге келеді. Сосын алдыңғы панелі мен жанындағы панель чистый стекло. Үстіңгі жағына және де артына тағы да вентилятор қоюға болады. Алдыңғы панельде USB порттарды айтатын болсақ, бір USB 3.0 бар, 2 USB 2.0 бар. Сондықтан да алуға кеңес беремін. Ссылка описанияда. Егер де видеоны до конца көрген болсаңдар, онда мен видеоны до конца көрдім деп комментарияға
комментарийға жазып кетіңдер. Өйткені қазір 100% уверенность бойынша видеоны көбісі до конца көрмейді. Ал егер де видеоны сен до конца көрсең, онда рахмет. Қазір мен сендермен қоштасамын, одан кейін ойындардағы тесттер болады. Осымен видео ұнаса видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетіңдер. Осымен видео аяқталды. Давайте, короче.